Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен небәрі 5-ақ минутта дайын болатын салатты бірге жасайтын боламыз. Ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен капусталарымызды дәл осылай майдалап турап алатын боламыз. Видеоның маңызды жерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Капусталарымыз турап алдық. Енді оны таза ыдысымызға салып аламыз. Енді кезекте қызанақтарымызды 4 бөлікке бөліп алып, дәл осылай турап шығатын боламыз, жіңішке етіп. Қызанақтарымыз турап біттік. Бұны капустаның үстінен саламыз. Бір дана қиярымызды алып, сыртын ашып, бұны да жіңішкелеп турап шығатын боламыз. Қиярымызды турап біттік. Қызанағымыздың үстіне саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. 5-6 ас қасық көлемінде тұздығымызды, яғни майонезімізді салып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оп-оңай. Дәмі де ерекше дәмді болады. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Видеом пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мира Әлібайқызы. Назарларыңызға үлкен рахмет.